Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кредит арнасы. Бүгін мен сіздерге 2024 жылы зейнетақы мен жәрдемақы қалай өседі, сол жайлы айтатын боламын. 2024 жылдан бастап елімізде зейнетақы мен жәрдемақылар қанша теңгеге өсетіні белгілі болды. Өздеріңізге мәлім, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге болады. Сәйкесінше әлеуметтік төлемдер көлемі де артады. Қазақстанда қандай жәрдемақы бар? Бүгінгі таңда бала туып, бала бағып отырған аналарға отбасының табысына қарамастан 5 түрлі жәрдемақы беріледі. Олар мыналар. Біріншіден, жұмыс істейтін аналарға, егер олар міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан қатысушысы болса, жүктілікке және босануға байланысты әлеуметтік төлем төленеді. Екіншіден, бала тууға байланысты бір реттік мемлекеттік жәрдемақы беріледі. 1 мен 3-ке дейін бала тууына бір реттік төлем 140.292 теңге беріледі. 4 және одан да көп балаға 232.596 теңге беріледі. Үшіншіден, бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне ай сайын жәрдемақы беріледі. Жұмыс істемейтін әйелдерге республикалық бюджеттің жәрдемақы беріледі. Атап айтқанда, бірінші балаға 21.265 теңге, екінші балаға 25.142 теңге, үшінші балаға 28.982 теңге, 4 және одан да көп балаға 32.858 теңге беріледі. Жұмыс істейтін әйелдерге, егер олар міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы болса, бала күтіміне берілетін әлеуметтік төлем соңғы 2 жылдың орташа айлық табысының 40% көлемінде төленеді. Төртіншіден, бала 1,5 жасқа толғанға дейін анасы оның күтіміне байланысты кірісінен айырылған жағдайда әлеуметтік төлем алушылардың пайдасына қосымша белгіленген міндетті зейнетақы жарналары бюджет қаражаты есебінен субсидияланады. Бесіншіден, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған үшін жәрдемақы өседі. Сонымен қатар кәмелетке толмаған 4 және одан да көп баласы бар аналарға жәрдемақы бала санына сәйкес араланып төленеді. 4 баласы бар отбасылар үшін жәрдемақы мөлшері 58.182 теңге, 5 баласы бар отбасылар үшін 73.987 теңге, 6 баласы бар отбасылар үшін 88.792 теңге, 7 баласы бар отбасылар үшін 103.597 теңге төленеді. 6 және одан да көп баланы дүниеге әкелген аналар алтын алқа және күміс алқа белгісімен марапатталады. Оларға ай сайын сәйкесінше 27.320 теңге және 23.628 теңге көлемінде мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Зейнетақы қанша теңге болады? 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері 7%-ға өседі. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері белгіленген күнкөріс минималынан 60%-нан 65%-ға, ең жоғарғы мөлшері 100%-дан 105%-ға дейін өседі. 2024 жылдан бастап ең төменгі зейнетақы мөлшері 57.853 теңге болады. Ең төменгі базалық зейнетақы төлемі 28.215 теңге көрсетілген. Жасы бойынша зейнетақы төлемдерінің ең жоғарғы мөлшері 2024 жылы 152.295 теңгеге жеткен. Бұған қоса мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі қарастырылған. Оның ең жоғарғы мөлшері 2024 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 105%-ын, яғни 45.578 теңге болады. Зейнетақы төлемдерінің жалпы сомасы 197.873 теңге болады. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын өз қаражат есебінен 2024 жыл мен 2028 жыл аралығында кезең-кезеңімен 1,5%-дан 5%-ға дейін жұмыскерлердің пайдасына аудару жоспарлануда. Осылайша зейнеткерлікке шыққан кезде бұл жұмыскерлер қосымша жинақтаушы зейнетақы төлемінен қамтамасыз етіледі. Кім зейнетке ерте шыға алады? 5 және одан да көп бала туған, асырап алған және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жаста зейнетке шыға алады. Семей ядролық сынақ полигонының төтенше және радиация қаупі ең жоғарғы аймақтарында 1949 жылғы 29 тамыздан 1960 жылғы 5 шілде аралығында кезеңінде кемінде 5 жыл тұрған әйелдер 45 жаста, ерлер 50 жаста зейнетке шығады. Еске сала кетейік, 2022 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев
әйелдердің зейнет жасын 2028 жылға дейін 61 жас деп белгілеуге тапсырма берген еді. Көп ұзамай тиісті заң қабылданды. Бұдан былай 2023 жылдан бастап 2028 жылға дейін әйелдер 61 жасында зейнетке шығады. 5 жылдан кейін зейнеткерлік жас шарты жылға көтеріліп, 2031 жылы 63 жасқа көтеріледі деп жоспарланып отыр. Сөйтіп, ерлер мен әйелдердің зейнетке шығу жасы бірдей болады. Яғни ерлер елімізде 63 жасында зейнетке шығады. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.